өте жақсы. Тәуекелге шапалақ. Қайсы оқушы қалай отырады, жинақталайықшы. Оқушы қалай отыру керек, көрсетші, бірінші қатар сияқты отыру керек. Молодцы. Ал кеттік. Олай болса барымыз экранға назар аударайық. Сіздерге қазір 6-шы есеп беріліп тұр. Осы 6-шы есепті жиі арқылы бөлу. Бір санды бірнеше тең бөлікке бөлу деген сөз. Бөлу амалында 3 компонент болады. Бөлінгіш, бөлгіш және бөліндінің мәні. Мысалы, 12 бөлім 4. 12 бөлінсе? Бір ауылдан 15 бала, екінші ауылдан 18 бала қатысты. Бірінші күні жарыстан 12 бала шығып қалды. Жарысты неше бала жалғастырды? Жақсы. Енді бұл жерде бала сіздерге айтып келгені, яғни бұл жасанды интеллект арқылы түсірілген қысқа метражды видео болатын. Яғни сіздерге қазақша күреске бір ауылдан 15 бала, екінші ауылдан 18 бала қатысқандығы бізге белгілі. Енді сіздерге айтады, бірінші күні жарыстан 12 бала шығып қалды дейді. Жарыстан неше бала қалды, жалғастырды. Не істейміз? Не істейміз? Бірінші күні 15 бен 33 33-тен не істейміз 12-ні? Онда барлығы неше бала қатысты жарыстан? 21 бала не істеді? Жарыстан 21 бала жалғастырды. Өзіңізге шапалақ. Жарайсыздар. Замалар, рефлексия, яғни сіздердің қолдарыңызда әрбір стикер берілген. Сол стикерге менің көңіл күйім. Яғни бүгін менің, яғни сіз сабақта бүгін не үйрендіңіздер? Сол жөнінде жазасыздар да, әкеліп бүгінгі үйренгендеріңіз туралы қысқадан нұсқа жазу жаза беріңіздер. Жазып, мына жерге бірінші бөлімге тапсырасыздар. Одан кейін екінші сіздерде маған, яғни бүгінгі сабақта мына жерге қызық болды. Соны әкеліп мына жерге тапсырасыздар. Одан кейін маған бүгінгі сабақ өте қиын болды, мына түсінбедім болсаңыздар, яғни осы суретке әкеліп тапсырасыздар. Жақсы. Тапсырамыз. Жақсы, өздері жақсы.